Құрметті оқырман, сіздерге Бақыт Тұрсынжан қызының дыбыстауымен жазылған әңгімелер ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Тапталған тағдыр. Өмірде болған оқиға желісімен, таң атысымен Айнара тысқа шықты. Көңілі алай дүлей. Рауан шапағы оның өмірін нұрға бөлейтіндей көрінді. Күн сайын үмітпен ерте оянатыны да сондықтан еді. Әйтпесе, көңіліне кірбің ұялатып, жанына маза бермей жүрген нендей мұң екенін өзінен басқа ешкім білмейді. Жалынды жас өмірі мәнсіз, күндері де сұрықсыз, сол баяғы бір тірлік. Бүгінгі ұйқысыз түннің кешегіден еш айырмасы жоқ еді. Ол есік алдындағы ағаш сәкіге жаймен жайғасты да өз-өзімен іштей сырласты. Айналасында құстар үні мен жапырақтың сыбдыры да оның ойын бұза алмады. Түндегі мазасыз ойлар көңіл түкпірінде әлі сайрап тұр. Үркіту, қорқыту мен зорлық-зомбылыққа еті өлгені сонша жан баласына сездіргісі келмейді. Ұнжырғасы түсіп, қас қарайғанша далада жүретін. Аула іші тым-тырыс. Айнараның үйге кіргісі жоқ. Іште жатқан өгей әкесіне деген ыза кегі басылар емес. Амалы құрыған қыз қорқа соқтап үйге еніп еді, арақ иісі мүңкіп сала берді. Шашылған бөлмеде теледидар дауысын барынша қойған өгей әкесі шалқалап жатыр екен. Айнара қолы дірілдеп, айналасындағы заттарды жинай бастады. Әкесі қозғалған сайын өзіне тап беретіндей қатты қорықты. Осы тұста, «Әй қыз, бері кел, саған айтарым бар» деген өгей әкесінің зілденген даусы шықты. Жаймен жақындап еді, «Анада болған оқиғаны шешеңе айтатын болсаң, көзіңе көк шыбын үймелетемін», жетімек деп желкесінен түйіп жіберді. Көз жанары жасқа толған Айнара қорыққаннан, «Жарайды, айтпаймын, тек қолымды жіберіңіз» деп қолын жұлқи тартып, жатын бөлмеге кіріп кетті. Артынан, «Өй жетімек, өлтіремін мен сені» деген қарлыққан дауыс қатты шықты. Қаны қарайған арам ойлы өгей әке қорғансыз қыздың тұп-тұнық таза әлемін бүлдіріп, пәк өміріне қол сұққалы қашан. Айнараның оны ойлауға да дәті бармады. Айнара әкесінен айырылғанда небәрі 6 жаста болатын. Марқұм әкесі әрдайым қызының қабағына қарап еркелететін. Айықпас дертке шалдыққан әкенің өлімі Айнараға өте ауыр тиді. Соңғы уақытта қалың ойға беріліп, тіпті күлмейтін жағдайға да жетті. Анасы әкесінің жылынан кейін басқа біреумен тұрмыс құрды. Қызы қанша жерден қарсылық білдірсе де, анасы өз таңдауын өзгерткен жоқ. Осыдан кейін Айнара жар қайғысын жұтқан анаға сүйеніш, әкесіз қалған өзіне қорғаныш болар деген үмітке тоқталды. Алайда бәрі бұл ойлағандай болмады. Өгей әке өгейлігін жасап бұларға сор болды. Кеш болса болды, олардың үйі ауылдың маскүнем еркектеріне жиналатын орын еді. Анасы айғайша таңнан қара кешке дейін жұмыста. Ал Қаршадай Айнараның әр күні ананы күтумен, әкені сағынумен өтуде.
Бұрын анасыз көз ілмейтін Айнара бірде өз бөлмесінде алаңсыз ұйқыға кетті. Шамасы есікті іштен ілуді ұмыт қалдырса керек. Бір мезгілде сықырлаған дыбыстан оянып кетті. Көз алдына әлдебір бейнелер елестей бастады. Жаймен қарап еді, елес бейнені өгей әкесіне ұқсатты. Жоқ, мүмкін емес деді іштей күбірлеп. Жанына келіп денесін сипай бастағанда орнынан ұшып тұрды. Не істеп жүрсіз? Шығыңыз дегені сол еді. Өгей әке қарулы қолымен қорғансыз қызды бір бүктеп, қарсылық білдіргеніне қарамастан арам пиғылын жүзеге асырып, бөлмеден шығып кетті. Осы оқиғадан кейін есінен айырылып, талып қалған Айнара бөлме ішінде ес-түссіз, ойында еш нәрсе жоқ. Айғайша жұмыстан келген бойда көзіне түспеген қызының қайда екенін сұрап еді. Жақтырмаған күйеуі: «Әй қатын, мен қайдан білейін? Жүрген шығар бір жерде. Күн ұзаққа маған тамақ та берген жоқ. Тіл алмайтын қырсық қызды қайдан туғансың?» деп жекіріп тастады. Айғайша қызы жататын бөлмеге беттей бергені сол еді. Айнараның ес-түссіз жатқан күйін көріп шошып кетті. Не болғанын түсіне алар емес. Жалма-жан жедел жәрдем шақырды да ауруханадан бір-ақ шықты. Дәрігерлер анасына қызының жағдайының жақсы еместігін және тез арада психологқа қарату қажеттігін айтты. Аурухана дәлізінде әрі-бері сенделген ана байғұс бұл жағдайдың қалай болғанын түсіне алмай әлек. Ессіз күйеуін кінәлайын десе батылы бармайды. Қызының жанына келіп: «Бұл қалай болғаны? Сені осыншама қорлауға кімнің дәті барды?» деп күбірлей берді. Айнараның нәзік қолдарына анасының ыстық жасы тиген сайын бала жүрегі қиналып, шарасыз күйге түседі. Басында ол өгей әкесінің арсыз әрекетін анасына айтып бергісі келіп біраз оқталды.